Менің өмірімдегі ең жақын, ең ыстық жан әпкем еді. Әпкем жұмыс істеп жүретін. Анам кейде ауырып қала беретін. Сол кезде мені тамақтандырып, сабаққа дайындайтын, жыласам жұбататын әрдайым әпкем. Қыстың бірінші күнінде электр жарығы өшіп қалған есімде. Үй суық, далада боран. Мен кішкентаймын, қорқып отырмын. Ал әпкем маған жылы көрпе жауып, "Қорықпа жаным, мен бармын ғой" деп қолымнан ұстағандай болды. Осы бір сәт менің жүрегімнің түбінде мәңгі сақталып қалды. Мен үшін әпкем бір үйдің жарығы, тірегі сияқты еді. Уақыт өтті, әпкем өсті, оқуды бітірді. Үйге бір күні бір жігіт келді. Әдепті, сыпайы, күлкісі жылы. Анам: "Бұл баланың аты кім?" "Ерсін, әпкемнің жақын досы" деді. Уақыт өтті, сол жігіт біздің үйдің ең сыйлы қонағы болды. Әпкем екеуі әдемі, жарасатын. Мен оны да жақсы көрдім. Ол маған кәмпит әкелетін, сабаққа көмектесетін. Бірде маған велосипед сыйлап: "Сен өсіп келе жатқан әдемісің, ертең әпкеңді қорғайтын боласың" деді. Мен оны осы сөздері үшін ерекше құрметтеймін. Ақыры әпкем мен Ерсін үйленді. Үйде үлкен той болды. Мен әпкемнің көзіне қарап: "Бақытты болғайсың, әпке" дедім сыбырлап. Ол мені құшақтап: "Сен барсың ғой, мен қалай бақытсыз болам" деді. Жылдар өтті. Мен бойжетіп жетіліп келе жаттым. Университетке түстім. Әпкем өз отбасымен бөлек тұрады, бірақ біз жиі араласатынбыз. Әпкем мені әрқашан күтетін, жезде де жылы қарсы алатын. Бірақ бір күні мен күтпеген нәрсе болды. Мен әпкемнің үйіне барған едім. Әпкем дүкенге шығып кеткен. Үйде жездем екеуміз қалдық. Әңгіме айтып отырмыз. Бәрі бұрынғыдай еді, бірақ бір сәтте оның көзқарасы өзгеше болып көрінді. Ұзақ бір түрлі. Мен дереу басқа жаққа қарадым. Өзімді ыңғайсыз сезіндім. Мүмкін мен ойлағандай ой болып жатқан шығармын дедім. Бірақ бұл сөзім бірнеше рет қайталанды. Бұл жағдай мені мазалай бастады. Ол отбасының адамы, әпкемнің жары. Мен бұлай ойламауым керек. Жоқ, нақты ештеңе болған жоқ, тек маған солай көрінді. Бірақ жүрек алдамайды екен. Келесі кездесуде жездем өте жылы сөйлеп, бұрын айтпаған әзілі мен сөздерін айтып кетті. Мен қатты қысылдым. Сол түні ұйықтай алмадым. Бір ой ішімді тырнап жатты. Егер жездемнің ішкі ойы рас болса, бұл әпкеме ауыр тиді. Мен не істеуім керек? Мен жылағым келді, өйткені әпкемді ренжіткім келмеді. Оның сенімі мен үшін бәрінен қымбат еді. Ертесі күні өзімді қолыма алып, нақты шешім қабылдадым. Мен қашық болуым керек, мен шекараны нақты қоюым керек, мен әпкемнің сенімінен аттап өтпеуім керек. Содан бастап жездемнен жалғыз қалмауға тырыстым. Оның сөздеріне күле бермедім, әңгімелерін қысқа қайырдым. Араға сыпайы, бірақ нақты дистанса қойдым. Жездем бастапқыда түсінбеді. "Бір нәрсе болып қалды ма, неге бұрынғыдай емессің" деді. Мен оған сабырлы түрде қарадым. "Жоқ, бәрі жақсы, тек араны сәл салқын ұстаған дұрыс сияқты" дедім. Ол менің көзімнен бәрін түсінді, тіпті ұялғандай болды. Содан кейін ол да өзгерді. Әзілдері азайды, көзқарасы түзелді. Уақыт өте ол мүлдем әдепсіз шекарадан өтті кетті деген нәрседен алыстады. Мен оның дұрыс жолға түскенін қуандым. Бір күні әпкем маған қарап: "Сен неге соңғы кездері сирек келетін болдың" деп сұрады. Мен жымиып: "Университет, сабақ көп, көбінесе шаршап жүрмін" деп өтірік айттым. Өйткені әпкемді ренжіткім келмеді. Әпкем менің қолымнан ұстап: "Мен саған әрдайым сенемін. Қандай жағдай болса да менің жаныма жақын адамсың ғой" деді. Осы сөз жүрегімді одан сайын талқан етті. Сол кезде мен тағы бір ұқтым, менің әпкемнен артық еш нәрсе жоқ екенін. Бірнеше айдан кейін жездемнің өзі менімен сөйлесті. Әпкем үйде жоқ еді. Бірақ бұл жолы маған қарап ешқандай ыңғайсыздық танытпады. Мен кейде шектен шыққан болсам, кешір деді. "Сен дұрыс дедің, мен өзімде түсінбедім." Мен басымды изедім. Бұл қажет әңгіме еді. Содан соң біздің қарым-қатынас қалыпты, туыс адамға лайықты деңгейде түсті. Ешқандай артық әзіл де көзқараста болған жоқ. Мен іштей тынышталдым.
Уақыт өте келе бұл жағдай мүлдем ұмытылды, бірақ бір нәрсе мәңгі есте қалды. Адамға берілетін ең үлкен сынақ өзінің сөзімен емес, өзінің қадіріне адал болу, жаман жолды көріп тұрып оған бармау нағыз ерлік. Мен әпкемнен аттап өткен жоқпын, мен отбасының тыныштығын бұзған жоқпын. Мен өзімді де, әпкемді де, тіпті жездемді де қорғадым. Өйткені кейде адам біреуді емес, бүкіл үйдің бақытын сақтап қалуы мүмкін. Сол күннен бастап мен бір нәрсені түсіндім. Қандай жағдай болса да тек дұрыс жолды таңдау адамның жүрегіне таза қылады. Әпкемнің сенімін ақтағаным менің ең үлкен жеңісім. Өмір маған ауыр, бірақ маңызды сабақ берді. Мен оны ұмытпаймын. Менің есімім Сайлау, жасым 60-та, жеке газель машинамен индрайвермен жұмыс жасаймын. Жаздың бір күні балдызым Айша садикте жасайды. 40-тағы келіншек. Жезде үйге тамақ апарып тастайықшы деп телефон соқты. Мен иә деп обедке жақын барып, тамақтарын алып үйіне апарып, көмектесіп этажына апарып бердім. Обедтің кезі жезде шай ішіп кетейші деп өтінген соң жарайды деп күйеуі бажам үйінде екен, бірақ ол мас, күнде арақ ішеді. Балдызым арық та емес, семіз де емес, әдемі келіншек. Қызығып жүретін едім. Содан обед ішіп, мен жұмысқа кетейін деп жатқанда балдызым келіп, жезде рахмет, тағы керек кезде шақырам деп күлімдеп мен шығарып салды. Содан балдызым ойымнан кетпей қойды. Орташа емшек, толық сан, есімді тандырып қашан шақырады екен деп күнде ойымнан кетпеді. Арада 15 күн өткенде телефон соғып тағы заттарын апарып беруімді өтінді. Мен келісіп айтқан уақытында барып заттарын сеп үйіне апарып бердім. Түс мезгілі обед ішіп кетсеп ас үйге кіріп кетті. Бажам баяғы әдеті, мас ұйықтап жатыр. Мен ас үйге кіріп не пісіріп жатырсың деп артынан барып, белінен құшақтап самайым тұрып тұр. Балдызым халатпен жүр. Артында тақап едім, ол да мұндайды күтпеді. Тартыншақтап қалды. Мен мойнан иіскедімде шай ішетін бөлмеге кеттім. Содан мен шыдай алмай ертесіне телефон соғып, пиво шашликке барайық деп ұсыныс айтып едім. Ол мен кафеге бармаймын деді. Онда квартира алайын деп едім, жарайды деді. Балдыз сменмен істейді, түс қайта шығам деді. Мен сағат 3-ке таяу квартира алып, пиво шашлик өзіме чекушка коньяк алып, екеуміз квартираға бардық. Содан отырып пиво ішіп, мен аздап коньяк іштім. Жай балдызымды құшақтап, аймалап, ернен сүйіп, аймаласып кеттік. Самайым қақшиып тұр. Тұрғанда да 17 сантиметр, ол мұндайды самайды көрмеген, қолмен ұстап жатыр. Содан не керек, жайлап түкіріктеп жартысын зорға тықтым. Балдызым шыдай алмай ыңырсып жатыр. 5 минутта ағызып жібердім. Балдызым да бір рет ағыздым деді. Сағатты қарасам 1 сағат қалыпты квартирасын тапсыруға. Балдызым, жезде жақсы берсе де екенсің, самайыңда жақсы екен деп тағы аузымен сүйіп тұрғызуға жанталасты. Бұндайды жасамағанмын деді. Сенің самайың ұнап тұр деп тұрғызып алып, үстіме отырып алып ат шабысша шапты. 3 рет шыңғырып өзі ағызды да, мен де қалыспай тоңқайтып, содан кейін алдына доганса тығып маткасына кіріп кетті. 15 минутта түбіне ағыздым. Ол да сезіп жатыр екен, ып-ыстық құйылып жатырғанын. Содан 1 жыл болды екеуміз ашына болып берісіп жүргенімізге.